Қайырлы күн достар, бүгін мен Wildberries жайлы сіздерге мәлімет бергім келіп тұр. Wildberries дегеніміз сауда жасаймын деген адамдарға өте жақсы платформа. Күнделікті тапсырыс алып үйден ақша табу мүмкіндігіңіз бар. Міне Wildberriesте барлық затты дерлік сатуға қоюыңызға болады. Мен өзімнің магазинімді обзор жасап өтейін. Мысалы, мына жерде менің өзімнің магазинім, осыдан 2 ай бұрын ашқам. Мына жерде сізде рейтинг товары, затыңыздың рейтингі көрсетіп тұрады. Ол рейтингті жинау үшін сіз заказды уақытылы жіберіп, ешқандай ақаусыз уақытылы белгіленген тапсырыстарды дер кезінде жіберіп отыру керексіз. Міне 93% вовремя тапсырылған. 2 айдан бері мен жұмыс жасап келе жатырмын. Және 7 жіберілген тапсырыс саны. Міне менің магазиніме кірсек, товарлар саны, өзіңізге ұнаған товарларды сала бересіз. Және де ол затқа міндетті түрде описание жазу керексіз. Описаниесі дұрыс болу керек, оның ұзындығы, ені, қанша сантиметр, және де салмағы қанша, соның барлығы дұрыс дерлік толтырылуы керек. Егер де дұрыс толтырмасаңыз, сізге штраф келеді. Және де бір айта кететін жайт, Wildberries партнерға кірсек, мысалға, мына жерде главный бетте бізде продажи за сегодня деп жазылып тұрады. Егер де тапсырыс түссе, осы жерде сізде көрініп тұрады. Ал егер де мына жақтан да көруге болады. Міне профильге кірсеңіз, новые заказы дегенде, осы жерде тапсырыс түссе, осы жерде көрініп тұрады. Менде және де оны сборкаға жібереміз. Оны кейінгі келесі сабақтарда түсіндіретін боламын. Және де міне менде бір кешегі түскен тапсырысым. Міне бүгін упаковкалеп дайындалып жатыр. Кеше түнде түскен болатын. Өстіп собранныйға әкеп қойдым. Енді осы собранныйды складқа затты апарғаннан кейін бізге архивке түседі. Міне архивке кірсек, архивте бізде осылай жазып отсортированы деп жазылып тұрады. ПВС, яғни Алматының складында немесе Россияның складында осы жерде барлығы жазылып тұрады. Мысалға, мына терка менің сатылған заттарым астында. Бір ай бұрын сатылған заттарым проданы деп шығып тұрады. Отказ болса, отказ деп жазылып тұрады. Барлығы осы жерде белгілі болады. Осылай міне жұмыс жасауға болады. Уақытылы товарды жіберіп отырсаңыз, магазиніңіздің рейтингі де, продавецтің рейтингі де барлығы жоғарылайды. Сол рейтингті түсіріп алмауымыз қажет. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, сұрақтарыңыз болса төменге жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Эльмира. Назарларыңызға рахмет.